Баршаңызға сәлем, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Сіздермен мен Майра. Бүгін өте жұмсақ, дәмді, тәтті бөлішкелерді пісіретін боламыз. Сіздер де дайындап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Ең алдымен жылы сүтімізге жұмсақ сары майымызды саламыз, дәміне қарай қант, тұз салып араластырамыз. Одан кейін үстіне аштық саламыз дағы, оны да араластырамыз, еру керек. Үстіне жаңағы електен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илеп, бетін жауып, жылы жерге жібереміз. Қамырымыз 2-3 есе көтерілу керек. Ішіне салатын салмам менде компот қайнатқам, соның қақтарын тастамаймын. Үнемі осылай блендерден өткізіп алып, үстіне қант сеуіп, жақсылап араластырып аламын. Енді қамырымыз көтеріліп дайын тұр. Осыны 70-75 граммнан бөліп аламын. Осындай бөліктерге қойып, кішкене бетін жауып қоямын. 5 минутқа әдемі болып көтеріледі тағы да. Осы қамырымызды алып жаямыз, екі жағынан кесіп, ортасына салмасын саламыз. Мен үнемі осылай жасаймын. Міне салмасын салдық, бір жағын жабамыз, жан жағын осылай бекітеміз, ішіндегі салмасы ақып кетпеу керек піскенде. Осылай екінші жағымен жауып, біріншісі дайын болды. Енді екіншісін көрсетейін. Осылай начинкамызды, яғни салмамызды салып, бетін жауып, барлық жағын бекітеміз. Салмасы ақып кетпеу керек. Енді ары қарай осылай ширатып жабамыз. Осылай болып дайын болды екіншісі. Енді үшіншісі тура жаңағы екіншісі сияқты кесеміз. Бұны да жабамыз осылай. Енді жаңағы екінші тәсілдегіндей осылай бәрін айналдыра үстеп жауып қоямыз. Бағана осындай болған, кішкене қайырғамыз. Енді бұны қайырмай осылай тіке қоямыз. Табамызға пергамент қағазын төсеп, жаңағы тәтті бөлкелерімізді қойып шығамыз. 15-20 минутқа бетін жауып қоямыз. Жылы жерге көтерілу керек міндетті түрде. Жұмыртқаның сарысын жағып, бетіне дәндер сепсеңіздер де болады. Күнжіт, мак деген сияқты. Енді 180 градуста осылай қызарғанша пісіріп аласыздар. Жұмсақ болып піседі. Піскеннен кейін ыстықтай осылай қант ұнтағын сеуіп тастаймыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Осы рецепттің описанияда жазып қоямын, қандай құрам керек екенін. Үйде табылатын барлық заттар ешқандай қиын емес жасау. Салмасына жаңа қайнатылған, қойылатылған сүтті қоссаңыз болады, яғни вареная сгущенка қоссаңыз болады, джем қоссаңыз болады, творог қоссаңыздар да болады. Келесі видеода кездескенше.